Сәлем достар, сіздермен осындай сосиски в тестенің рецептісімен бөліскім келеді. Күшті идеальный шығады. Таба алмай жүрсеңіздер менің рецептіммен жасап көруге болады. Ұнап жатса жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. 500 грамм жылы сүтімізге 4 жұмыртқаны саламыз. Жарты порциядан жасай берсеңіздер де болады. 13-15 штуктай шығады. Мен бір порция жасадым. 50 грамм шекер қосамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 22 грамм құрғақ дрожжымыз саламыз. Менікі ферма Пакмаянікі. Үнемі осы дрожжды қолданамын. Ертіп 100 грамм сары майымызды салып жіберуіңізге де болады бірден. Мен ең соң қамырды елеп болған соң салып болдым. Бізге 1100 грамм ситадан өткізілген ұн керек болады алдын ала. Қолымызбен жақсылап елейміз. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Жабысқақ болып. Бірақ күшті жұмсақ жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Үстіне сары май салдым осылай 100 грамм. Қолымызбен тағы да елеп аламыз. Араластырып, жақсылап. Тағы да 20 грамм қосып жібереміз. Қамырымыз жабысқақ болып шыққан соң кішкене елеуімізге де ыңғайлы болады. Сонда көтертуге жібереміз. Бір көтеріп болған соң тағы да көтертіп шамалы қоя тұрамыз. Бастырып. Содан соң үшінші рет осылай қамырымызды алып, бөліп, өлшеп алай бересіздер. 80 грамм, 90 грамм қалың керек десеңіздер қалыңдау қылып аласыздар. Мен жұқа қылып алдым. Осылай қолымызбен жайып шығамыз қамырымызды ұзынша етіп. Сосын сосискімізге орай береміз. Әр сосискидің размері кішкентай үлкендігіне қарайсыздар. Бір жұмыртқамызды араластырып осылай бетін жағып шықтым. Бетіне кунжут, мак сепсеңіздер де болады, я сеппесеңіздер де болады. Мен осындай ақ-қара араластырып кунжут сеуіп шықтым. Алдын ала пешімізді 5 минутке алып қыздырып алдым. 170 градуста 180 қарап тұрып 30-35 минутте пісіріп аласыздар. Күйіп кетпесін. Әркімнің пеші әрқалай. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.